Достар, бүгін сіздермен дәл осындай банбанеркиді сынулер жасап үйренетін боламыз. Ең бірінші осындай фото таңдап алдым, қыздың ерекше фотосын. Содан кейін енді артына фонға мен Pinterestке кіріп, осылай өзіме керекті фонды скачать етіп аламын. Содан соң поискқа рамка для текста деп жаздым. Өзіме қажетті рамканы таңдадым. Міне маған золотистый ұнады. Сосын төбесіндегі шточканы бассаңыздар, скачать деп шығады. Өзіңізге осылай сақтап аласыздар. PicsArt программасына кіріп, қазір қызды қиып алатын боламын. Ол үшін Where деген таңдайсыздар. Сосын контур деген таңдап, өзіңізге қажетті шекараны осылай белгілеп аласыздар. Содан кейін керек емес бөлікті ластик дегенді таңдау арқылы барлығын алып тастайсыздар. Ластиктің үстінен бассаңыздар, өздеріңізге қажетті осылай өшіргіштің формасын істеп аласыздар. Содан кейін өзімізге сақтап аламыз. Енді қазір Magic Eraser деген программаға кіріп, осы рамканың керек емес бөліктерін осылай таңдап қиып тастаймыз. Бұны да өзімізге сақтап аламыз. Содан кейін PicsArt программасына кіріп, жаңа жасағалы жатқан пустышканы таңдап, ішіне рисовать деген тұрады міне. Соның ішінен добавить фото деп таңдайсыздар. Сол кезде ғана бұл бізде пустышканың артына қойылады фон ретінде. Міне осылай үлкен қылып қойып аламыз. Содан кейін 2-4 бөлшкені басқанда осылай шығады. Астында пустышканы үстіге көтеру арқылы фонды артына жібереміз. Содан кейін добавить фото деп жаңағы қиып алған қызымызды қойып аламыз. Одан кейін рамкамызды қоямыз. Рамканы да дәл сондай размерде копировать ету үшін жаңа 4 бөлшкені бассаңыздар төбесіндегі. Сол кезде сізде копия деп шығады. Соны копияны бассаңыздар, екінші дәл осындай түрі пайда болады. Сосын екеуін бірдей қоямыз. Сосын текст дегенге кіріп, өзімізге қажетті сөзді жазамыз. Асылай сырға салу деп жаздым. Содан кейін Garamond деген жаңағы шрифттің түріне қойып, қажетті түске ауыстырдым да, міне бізде дайын болды.